оянып бар мүмкіндігіңді пайдаланатын кез келді. Келтірілген деректерге сүйенсек, орта есеппен әр америкалықтың 10 келі артық салмағы $10,000 қарызы бар екен. Әрі өз жұмысын жақсы көрмейді, аз-маз депрессияда және жақын досы да жоқ. Бұл дерек шын болса, америкалықтардың өміріне өзгеріс керегі ақиқат. Ал сізше потенциалыңызды толық пайдалана алып жүрсіз бе? Бірінші тапсырма: уақыт тап. Өз-өзін дамытуға таңғы уақытын арнау. Күні бойы өнімді уақыттың кепілі. Оянғаннан кейінгі бірінші сағатта жалқаулық танытсам, ісімде жүйе болмаса, менің бүкіл күнім солай өтеді. Ал сол алғашқы сағат өнімді өткізуге тырыссам, күнімнің қалған бөлігі де тура солай табысқа толы болады деп жазылған. Өміріңді өзгертуге уақыт таппай жүрсің бе? Кешке дейін жұмыстасың, спортқа да, кітапқа да уақытың жоқ. Ал таңертең бірер сағатқа ерте тұру өз-өзіңді дамытуға таптырмайтын уақыт. Екінші тапсырма: тезірек әсер ететін істі жасаудан баста. Ертеңнен ерте тұру арқылы пайда болған қосымша 1-2 сағатын ерекше өткізуді ойлаңыз. Қағаз алып, тізім жасаңыз. Оның тізіміне медитация, аффирмация, визуализация, хат оқу және физикалық жаттығулар кіреді. Өмірімді түбегейлі өзгерткен таң. Жуынып, тісімді тазалап, сағат 05:05-те қолыма 1 стакан су алып, қонақ бөлмеде диванда келер күнге деген ерекше қызығушылықпен отыр едім. Қалтамнан кеше жасаған тізімді шығарып, бірінен кейін бірін орындай бастадым. Тыныштық, таңғы тыныштыққа құлшылық, медитация жасап, тыныс алуымды бақылап 10 минуттай отырдым. Көптен бері өзімді мұндай керемет сезінбеген шығармын. Оқу, бұрын оқуға жоқтығын айтатынмын. Сылтауларымда бітпейтін. Ал бүгін сөреден бұрын бір бастап, кейін аяқтамай тастап кеткен Наполеон Хиллдің Think or Rich деген кітабын алып 10 минуттай оқыдым. Ішінен бірнеше пайдалы идея таптым да, оларды сол күні орындауға тырыстым. Аффирмациялар. Бұрын аффирмациялардың күшін сезінбейтінмін. Бұл жолы «Думай и богатей»дегі позитивті аффирмациялар ерекше әсер етіп, өз аффирмацияларымды жазуға тырыстым. Бір бет қағаз алып, өмірден не қалайтынымды, оған жету үшін не істеу керектігін тізіп жазып шықтым. Нәтижесінде өзімді күшті, табанды сезіндім. Визуализация. Қабырғада ілулі тұрған визуализация тақтасына үңілдім. Бір суреттен кейінгі екінші суретке көз тоқтатып, елестеткенімді шабытыма шабыт қосылғанын байқадым. Күнделікті жазу. Сосын былтыр сатып алған бірнеше күні ғана толған күнделікті аштым. Сол күні күнделігіме, тағдырыма риза екенімді жаздым. Өзімнің жеңілдеп қалғанымды сезіндім. Физикалық жаттығулар. Содан не керек, диваннан тұрып, еденге жата қалып отжимание жасадым. Соның шамамен келгенше пресс жасай бастадым. Кейін DVD плеерден йога қосып жаттығуларына кірістім. Ал біткен кезде тұла бойым энергияға толы еді. Басқа емес, ғажайып. Бірнеше апта бойы 5-те тұруды жалғастырдым. Кейін 4-ке ауыстырып көрдім, ол да қиын емес екен. Күйзелісім өтті, өзімді бақытты сезіне бастадым. Күш-жігерім тасып, шабыттанып жүрдім. Сосын бұл ғажайып таң туралы клиенттеріме айту керектігімді түсіндім. Әлемдегі 5% бақыттылардың қатарына қалай қосылуға болады? Әлемдегі адамдардың 95% өз мүмкіндіктерін жете пайдаланбайды, әрі ағза қанағат етіп өмір сүре береді екен. Және олар өмір бойы қаржылық қажеттілікте. Ал қалған 5% адамдар қатарына қалай қосыламыз? Мына жағдайлар туралы ойланыңыз. Физикалық форма. Семіздік нағыз эпидемияға айналуда. Онкологиялық әрі жүрек аурулары көбейіп келеді. Менталды және эмоционалды денсаулық, депрессия, үрей, болашаққа сенімсіздіктің кесірінен адамдар түрлі дәрілер қолданады. Өзге адамдармен қарым-қатынас. Америкадағы әр екінші неке бұзылып жатқан бәрімізге белгілі. Қаржылық жағдай. Бейжайлықтан қалай арылуға болады? Өткенге байлану. Көп адам өткендегі өкпе ренішін, сәтсіздігін өзімен арқалап жүреді. Өзіңізге қажетсіз шектеулер қоймаңыз. Арманыңызды нақтылап, ештеңеден қорықпай алға ұмтылыңыз.
Айқын мақсаттың жоқтығы. Көп адам нақты мақсаттың жоқтығынан адасып жүр. Сондықтан мақсатыңызды айқындап алыңыз. Дәл осы аптада арнайы уақыт болып өмірлік мақсатыңызды жоспарлаңыз, жазыңыз. Өзіне жеңілдік жасай білу. Бір жолға тренировкадан қала салу, бір жолға фастфуд жей салу, таңертең будильник шырылдағанда 5 минутқа өшіре тұру. Мұның барлығы сіздің өмірлік әдеттеріңізге әсер етеді. Бір күні ғана қалмайсыз, үнемі қала беретін боласыз. Сондықтан өзіңізді аяуды доғарыңыз. Таңертең будильник шырылдап, ұйықтай тұрғыңыз келсе, 5 минутқа кейін қоярда мен ерік-жігері будильникке тұруға да шамасы келмейтін адам болғым келмейді. Қазір бірден тұрамын, өйткені бұл менің шешімім. Мен мақсатына жеткен адам болғым келеді деу керек. Өз ісіне есеп бермеу. Есеп беру өміріңіздің реттелуіне, жетістікке жете түсуіңізге көмектеседі. Есеп беріп тұратын дос табыңыз. Міндетті түрде есеп беретін дос таба алатыныңызға сенімдімін. Бұл өте маңызды дүние. Ол сіздің отбасыңыздың бір мүшесі, туысыңыз, досыңыз болуы мүмкін. Кім болса да есебіңізді қабылдайтын адам болса болғаны. Дұрыс орта табу. Сізге сенетін, жетістігіңізге қолдау көрсететін орта табыңыз.